Ассаламағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей жеребе бағдарламасы және де оның жүргізушілері Дильназ Сүлейменова және Жандос Естаев. Жандос, қалың қалай? Менде бәрі жақсы, рахмет. Дильназ, өзің қалайсың? Менде бәрі жақсы. Алматыда бірден күн суып кетті, байқадың ба? Айтпа, тіпті соңғы жаңалықтарға сүйенсек, медеуде алғашқы қар түсті естіп жатырмын. Ал енді Дильназ, оның әңгіменің бәрін қоя тұрайық. Енді жеребеге көшейік, өйткені біздің де сүйікті көрермендеріміз күтіп қалды. Жақсы, сен жалпы бүгінгі тапсырма дайынсың ба? Бүгін енді шынымды айтайын, тыңғылықты дайындалып келдім, себебі өткенгі бағдарламада сен мені 1-0 ұтқансың. Енді осы жолы бірде-бір қылып теңестіріп, одан кейінгі бағдарламада міндетті түрде ұтамын. Ал. Жақсы, көрейік, саған сәттілік, маған жеңіс. Сен таңда осы жолы. Жарайды. Мәссаған, Дильназ. Айтсам сенбейсің. Біздің бүгінгі ертеңгі тапсырма делік. Енді алдағы тапсырма осы айтып отырған тақырыбымызға байланысты. Не деу? Жұмбақ тапсырма. Бірақ жұмбақ тапсырма, иә. Сағат 9:00-де. Түсінгеніміз бойынша 9:00-де медеуде болу керек шығармыз. Ендеше құрметті көрермен, 9:00-де медеуде кездескенше. Жақсы, Дильназ. Жандос, бүгінгі тапсырмаға дайынсың ба? Қанша дегенмен медеуге де жетіп қалдық. Әрине дайынмын, бірақ іште сәл қобалжу бар, себебі өткенгі бағдарламада сен 1-0 ұттың ғой. Осы жолы 2-0 болып қалса, енді мен үшін шынымен айтайын ұятты болады. О, Дильназ, қара, біздің әріптесіміз бізді күтіп тұрған сияқты, сол жаққа қарай беттейік. Кеттік. Болғанда да қалай болады? О, ассаламағалейкум, Мырзеке. Алейкум ассалам. Қалайсыңдар? Ал Мырзабай, бізді сендер қатты қинап жүрдіңдер. Қандай тапсырма? Берілген тапсырма оңайшылықпен қолға келмейді. Ол үшін медеудің шыңын ашу керек. Сонда бізге тапсырманың өзін алу үшін жоғарыға шығуымыз керек па? Әрине, жүріңдер кеттік. Мәссаған. Осылай қарай. Әріптестер енді демалып, сендермен қызықты эмоциямен бөлісейін. Мұна медеудің көрінісіне қарап, бір қалада 2 мезгілді көру үшін мен үшін жаңалықта. Қалада күз, ал медеуде қыс. Алматы сонымен ерекше. Сонымен маған таңғажайып. Ал сонда түсінгенім бойынша, сен негізі біздің яғни қандасымыз Қытай мемлекетінен келіп отырсың. Қытайда қараша айында қар бола ма негізі? Мұнандай болады, бірақ бір мезгілде 2 мезгілді көру қиын. Қызық иә, Дильназ? Иә. Жеттік ау әйтеуір. Айтқандай медеудің шыңына да жеттік. Мен де миссиямды орындап болдым. Ендігі тапсырманы Жәнібек түсіндіреді. Сәлем, Жандос, Дильназ. Горельник тауына қош келіңдер. Бүгінгі жеребе бағдарламасының аясында сендерге тапсырма беретін Жәнібек мен боламын. Ал достар, өздеріңізде біліп тұрған боласыздар, бүгінгі негізгі тапсырмаларың Горельник тауына дейін
бірінші болып жету, ал бірінші болып жету үшін бұл жерде неше түрлі төте жолдар өте көп. Ал сол төте жолдардың ішінен ең оңтайлысын әрі тезін таңдаған жеңімпаз атанады. Дегенмен де достар, тез жетудің өзі жай ғана тапсырма емес, ол жолдарда әртүрлі кедергілер болады, тапсырмалар болады. Мен дайындап қойған сол тапсырмаларды жеңіп шыққан жан біздің бағдарламада жеңімпаз болатын болады. Кім бірінші жетеді, сол жеңімпаз атанады ғой демек. Және ол тапсырмаларды сендерді мен GPS трекермен, навигатормен бақылап отырамын. Тапсырма қызық әрі бір күрделі болатын сияқты. Бірақ күрделі болғанмен мен жеңем ғой. Ендеше сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет, кеттік, сәттілік. Дильназ қара, маған бірінші тапсырма түсті. Менің картам бойынша мен осы жолмен кетемін. Ал сен сәттілік кездескенше. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыз Дильназ уже жолдың басын бастады. Енді оған қазір бізге қашан тапсырма берілетінін білмейміз. Бізге қазір ұялы телефонға хабарлама келеді. Сол хабарлама бойынша әрі қарай тапсырманы орындайтын боламыз. Жолда? Мен де жолдамын. Құрметті көрермен, біздер әлі жолдамыз, алайда тапсырма маған келмеді. Жандосқа келді ме екен, маған қызық болып жатыр. Маған менде тапсырма келді. Енді бірге орындайық. Достар, мендегі ең бірінші тапсырма бұл жерде шырпылардан сандар құралған. Осы жерден бір шырпыны қозғау арқылы мен теңдікті дұрыс істеу қажет екенмін. Бірақ алайда менде шырпы жоқ, қайдан тапсам болады? Біздің операторда бар екен. Кеттік. Құрметті көрермендер, мінекей маған бірінші хабарлама түсті. Мен 250 метр жүріп келгеннен кейін хабарламада сіріңке арқылы бір жұмбақ шешу керек екен. Енді қазір тапсырманы істеп, енді бірінші тапсырманы орындау үшін орнынан қозғалмау керек. Қазір көреміз. Мәссаған достар, мына талдауды шешу бір ғана сіріңке арқылы орын ауыстырып 16 санын шығару керек. Құрметті достар, мендегі 2 қосу 2 қосу 5 қосу 6 тең 16 дейтін сан шығу керек. Мен қазір бұл жерден бір шырпыны қозғау арқылы теңдікті дұрыс табуым керек. Маған сәл қиындау болып тұр, себебі мен математикадан 0-мын. Көмек болмайды, Енді менің ойымша соңғы сандарды қозғаудың қажет жоқ. Бастапқы 2-нің орнын ауыстыру керек сияқты. Енді бізде мына жерде сандарды қосқанда 15 шығып тұр. Бізге 16 шығу керек. Так. Дильназ қайқа кеп қапты. Мүмкін 2-ні 3 қылып көрем. 2-ні 3 қылсам 5, 10, 16 жауап шықты. Енді әрі қарай екінші тапсырмаға кірсек. Қараңдар достар. Сол кезде мендегі 2 деген сан 3-ке айналады. 2-ге 3 қоссақ 5, 5-ке 5, 15, 15-ке 6, 16. Таптым. Кеттік. Достар, табиғат кереметі. Бірақ мен күнде батып келе бастады. Менде тоңа бастадым, сондықтан да жылы жүру керек. Бұл да денсаулыққа өте маңызды. Басымызда жылыстайық. Сәттілік, маған әлі де хабарлама түскен жоқ. Хабарламаны күтудемін. Жоғарыға көтерілген сайын тапсырма орындау түгілі маған жүрудің өзі қиынға соғып келеді. Себебі күн өте суық. Көрермен, даланың суығаны сонша мен тіпті сөйлеуге мұршам болмай жатыр. Бірақ дегенмен де мен шарт бойынша ұтуым керек, Дильназды жеңуім керек. Сондықтан да екінші тапсырма түсті, хабарлама түсті. Бұл жерде бір аудио жазбамен тапсырма жазылған. Яғни әннің керісінше нұсқасын дұрыс табуым керек.
Енді әнді бірге тыңдайық. Мүмкін менің ойлауым бойынша енді әрине дұрыс нұсқасы ма білмеймін, бірақ бұл Ирина Кайратовна мен Шизаның бірлесіп жазған көкту әні деп ойлаймын. Ендеше дұрыс нұсқасы да келіп түсті. Тыңдап көрейік. Дұрыс нұсқасы көрермендер. Жеңіс біздікі. Бұл дегеніміз үшінші тапсырмаға қадам жасау. Динар, дайындал. Қусаң интеллигентна қу, тру бол, тру сөйле, тру. Желбіретіп көк туды, бойызыңды үт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру, бұл біздің менталитет қой. Маған қызық, Жандос бірінші тапсырмадан өте алды ма екен? Маған әлі екінші тапсырма келмей жатыр. Құрметті достар, маған екінші тапсырмада келіп жетті. Екінші тапсырма әуенді кері қойған екен. Сол әуенді тыңдап арқылы қандай жасырылған әуен екен табуға жеттім. Маған бір тыңдағаннан мін жетсіндіксіз болып жатыр. Қайта тыңдау керек сияқты. Достар, мен тапқан сияқтым. Бұл Ескендір Хасанғалиевтің Бозторғай әні болу керек, қателеспесем. Дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Айтқандай дәл таптым. Мен дұрыс жауап таптым. Енді ары қарай үшінші тапсырмаға кеттік. Құрметті достар, әуен демекші, мен сіздерге өзімнің бір керемет тәжірибемен бөлісейін. Егер де үйлеріңізде бөлмеде өліп қалған гүл болса, оның қасына әуен қосып қойсаңыздар болады. Біраз уақыт өткеннен кейін ол гүлдің қайта гүлденгенін көресіздер. Бұл ғылыми түрде дәлелденген лайфхак, сондықтан бұны міндетті түрде қолданып көріңіздер. Ой. Дәл қазір көрермен маған үшінші тапсырмам түсті. Бұл жерде жазылған үш суретке қарап жауабын табу керек. Мінекей бірінші сурет. Бұл жерде мүсін. Және де адам өзінің жан рахатын табып жатыр. Күн тұр. Не oldu екен? Мүмкін бұлай тұрған себебі медитация. Қазір жауабын көрейік. Жандос, бұл сұрақтың жауабы медитация. 100 метр алдыға. Бірінші суретте көріп тұрғандарыңыздай қуанып тұрған бала, әйел, отбасы және 5 сөз екен. Менің ойымша бақыт сияқты. Тексеріп көрейік. Жауабы бақыт. Мен жауабым дұрыс болды. Бұл бірінші тапсырма өте оңай болды. Маған екінші сурет түсті, яғни сурет түсті. Бұл жерде берілген сағат, күнтізбе және де құм сағат. Бұл жауабы мен ойымша өте оңай деп ойлаймын. Уақыт. Тыңдап көрейік жауабын. Ал бұл сұрақтың жауабы, Жандос, уақыт. 100 метр. Әне міне дегенше біз 100 метрді де артқа тастадық. Сонымен маған екінші тапсырма келіп түсті. Суретте көріп тұрғандарыңыздай төртеуде де көбелекті сурет тұр. Менің ойымша бұл көбелек болуы керек. Қазір мен тексерейін. Жауабы көбелек. Екінші тапсырмада оңай болды, айтқанымен көбелек болып шықты.
көрермен маған түшкі яғни үшінші жұмбақ түсті. Бұл негізі заманауи жұмбақ деп те қабылдасақ болады. Бұл жерде маған оқулықтар көп, кітапхана, шәй ұстап отырған мен кітап оқып отыр. Басына кітап үйшік қылып жасаған. Бұның жауабы кітап. Енді жауабын тыңдап көрейік. Үшінші сұрақтың жауабы кітап. Мен ұттым деп ойлаймын. Енді жалпы біздің делінген Гореликке дейін 350 метр қалды. Тапсырма осымен бітті. Мен мына жерде қараймын, Дильназ жоқ. Мүмкін жеңгісі мүмкін деп ойлаймын. Енді финишқа барайық. Маған әні міні дегенше үшінші суретте келіп жетті. Сіздерге көрсетейін. Кішкене қиындау болатын секілді, себебі мені ойлап тұрмын, бұл химия екен деп. Құрметті достар, мен тапқан сияқты бұл менің ойымша ғылым дейтін сөз болу керек. Бірге тексеріп көрек. Бұл жұмбақтың шешімі ғылым. Үшінші тапсырманы да, яғни үшінші суретті де дұрыс таптым, бұл ғылым болып шықты. Сонымен қатар өздеріңіз көріп тұрғандай, мен айтылған жерге жақындап қалдым. Сондықтан маған асығу қажет. Көрермен, мен енді финишқа келдім, соңғы аялдамаға. Бірақ Дильназ әлі жоқ. Енді Дильназ күтіп тұрмын. Мүмкін бұл сайыста мен жеңдім. Келдің ба? Иә. Қалай болды? Ойдағыдай, бірақ Кім жеңді? бірақ бірде-бір болып теңестік осы жолы. Құрметті көрермен, енді бұл жолы көріп отқандарыңыздай физикалық тұрғымен қатар ойын шарттары бойынша жылдамдыққа қатысты болды деп ойлаймын. Жылдамдық бойынша мен жеңдім. Енді достық жеңді ма? Достық. Жақсы көрермендер, сіздермен бірге болған Жеребе бағдарламасы, оның жүргізушілері Дильназ Сүлейменова және Жандос Естаев. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.